21 ғасыр Азияның ғасыры болады деген болжам бүгінде шындыққа айналды. 11 елдің мемлекет басшылары қатысып жатқан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 6-шы саммитінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деді. Саммит таңғы сағат 10-да басталды. Тәуелсіздік сарайына жиналған делегаттар әуелі президент Қасым-Жомарт Тоқаевпен суретке түсті. Мемлекет басшысы Азия кеңесінің әлемдік экономикалық көшбасшыға айналғанына тоқталды. Әрі Азия адамзат өркениетінің дамуына зор үлес қосқанын айтып, әлемнің жаңа күн тәртібін қалыптастыруға күш салуымыз керек деді. Қазақстан кеңеске тағы 2 жыл төрағалық етеді. Ел президенті ынтымақтастықты дамытудың бірнеше бағытын ұсынды. Алдымен жаһандық логистикалық тізбектің үзілуін айтып, көлік транзит дәліздерін қалыптастырудың жаңа жолдарын іздеу керек деді. Екіншіден, кеңестің қаржы саммитін тұрақты жұмыс істейтін алаңға айналдыру қажет. Үшіншіден, экологиялық мәселелер. Президент бұл тақырыпқа ерекше екпін берді. Өйткені климаттық дағдарыс соңы әскери қақтығыстарға алып келуі мүмкін. Сондықтан бірлесіп әрекет етуге шақырды. Төртіншіден, президент азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін механизмдер қажеттігін айтты. Соңында адами капиталды дамытуға ден қою керек деді. 21 ғасыр Азияның ғасыры болады деген болжам бүгінде шындыққа айналды. Азия атаулы жалпы ішкі өнім және сатып алу қабілетінің паритеті бойынша танымал әлемдік экономикалық көшбасшыға айналды. Аймақ айтарлықтай адами және табиғи ресурстарға ие. Әлемдегі ең ірі 30 қаланың 21-і Азияда орналасқан. 2030 жылға қарай орта таптың 30 триллион доллар тұтынуының барлық болжамды өсуінің тек 1 триллион доллары батыс экономикасына түседі деп күтілуде. Алайда Азияның болашағы біздің мәдениеттер, дәстүрлері мен дүниетанымдар арасындағы диалогты нығайтуға ұжымдық дайындығымызға байланысты. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев кеңестің арнайы қоры құрылатынын мәлімдеді. Ол Азия кеңесінде ұсынылған жобаларды қаржыландыруға бағыттап отыр. Сонымен қатар бүгін кеңеске 28-ші ел қосылды. Кувейт мемлекеті мүшелікке енді. Ал Түркменстан бақылаушы ел ретінде тізімге кірді.